Сәлем баршаға, сіздермен бүгін жасалуы өте оңай пахлаваның рецебімен бөлісетін боламын. Алдын ала өлшеп, електен өткізіп алған ұнның үстінен сары майды салып, қолдың көмегімен екеуін араластырдым. Менде май бөлме температурасында болды, сол үшін қолмен араластыруға келеді. Сіздерде ол өте қатты болса, үккіштің көмегімен өткізсеңіздер болады. Ұнымыз бен майымыз жақсылап араласып болды. Енді ортасын ашып, алдын ала дайындап алған жұмыртқаның сарысын саламын. Ағы мен сарысын бөліп алғанмын мен бұның. Үстінен айран, разрыхлитель салып, жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Айранның орнына қаймақ салсаңыз да болады. Астына описанияға толық рецепт жазып кетемін. Разрыхлительдің орнына ас содасын салсаңыз да болады. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болды. Енді бұны пакетке орап, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Осы уақытта начинкасын жасап бастаймын. Менде жаңғақ езілген жері түзілмей қалып кетті. Жаңғақты оқтаудың көмегімен езіп алдым. Енді мейіздерді турап жатырмын. Видеоның басында алып қалған 4 жұмыртқаның ағын қантты аз-аздан сала отырып, миксерлеп, жақсылап көпіршітіп алатын боламыз. Қантты аз-аздан салып отырамыз. Бізде осындай аппақ масса пайда болады. Біздің аппақ массамыз дайын болды. Үстінен езілген жаңғақтарымызды аз-аздан сала отырып, араластырамыз. Бірден салып жібермеңіздер, масса түсіп кетуі мүмкін. Осылай аз-аздан салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Енді мейізіміздің барлық бөлігін салып, миксерді қоспастан жай ғана араластырып аламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді кезекте біз қамырларды бөліктерге бөліп, жайып алатын боламыз. Бір бөлігін үлкендеу етіп, қалған екеуін кішкентайлау етіп жаямыз. Ол үлкендеу бөлігі бізде астына кететін болады. Кішкентай қамырымыздан бастадым. Себебі бұл кішкентай қамырды мен алдын ала пісіріп аламын, ортасына салып жіберу үшін. Қамырымыз өте жұқа болғандықтан, екі беті тез пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін ортасын алдын ала пісіріп алған дұрыс. Бірінші жайған қамырымды печкаға салып алдым, 250 градусқа қойып. Бізде өте үлкен қамыр пайда болады осындай. Қалғандарында тез жайып аламын. Қамырлар жұқа болғандықтан тез піседі, сол үшін тез қарап тұру керек. Ең астыңғы бөлігінің үлкен болу себебі, оны біз төбесіне қарай орайтын боламыз, сол үшін де үлкендеу етіп аламыз бұны. Бізде өте үлкен пахлава пайда болады. Осымен қамырымды жайып бітірдім.
менің печкадағы тестам да пісіп дайын болып шықты. Міне осындай түсте болады. Қатты қызартып жіберудің керегі жоқ. Енді кезекте табамызға тесталарымызды жайғастырып, бетіне начинкамызды саламыз. Тең жартысын салып жібереміз. Қамырды осы видеодағыдай етіп жайғастырып алыңыздар. Начинкаларды дәл осылай бір тегіс етіп жағып шығып, келесі тестамызды бетіне қойып, қалған начинканың барлығын салып, бір келкі етіп, оны да жағып шығатын боламыз. Енді біз ең соңғы үшінші тестаны бетіне қойып, жақсылап шеттерін бекітіп шығатын боламыз. Жан жағын жақсылап жауып алдық. Енді пышақпен жай ғана бетін сызып шығатын боламыз. Пісіп шыққанда кесіп алуға ыңғайлы болу үшін. Енді кезекте бұл жерде жұмыртқаның сарысын жағып жатырмыз. Бізде баста 4 жұмыртқа болды. Оның 3-еуінің сарысын ғана қосып, 1-еуін алып қалған болатынбыз. Соны ең соңында осының бетіне начинкасына жақтық. Жаңғақтарымызды да әдемілеп жайғастырып алатын боламыз. Енді печкаға 250 градуста пісіріп аламыз. Бақлава піскенше біз сироп дайындайтын боламыз. 30 мл суға 150 грамм қант, лимонның жартысын, 2 ас қасық бал салып, орташа отта тоқтаусыз араластырып отырып дайындайтын боламыз. Араластырмай қойсаңыз, ол қатып қалуы мүмкін. Сол үшін үздіксіз араластырып отырыңыз. Бұл бір қайнап шыққан кезде астын өшіріп қоятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сироп әп-әдемі болып қайнап шықты. Енді астын өшіреміз. Біздің пахлавамызда әп-әдемі болып пісіп шықты. Үстінен сызған сызықтардың үстінен кесіп шығатын боламыз. Енді ыстық пахлавамыздың үстіне ыстық сиробымызды құйып шығамыз. Барлығын толықтай құйып шығыңыздар. 1 сағатқа қойып қойыңыздар, сонда арасына жақсылап сіңіп шығатын болады. Біздің пахлавамыз дайын. Видео ұнады деген ойдамын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.